Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге қан қысымы, оны үй жағдайында тез әрі оңай түсіру жолдары, дәрі-дәрмексіз бір жола төмендету жолы жайлы айтатын боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тұрақты жоғары қан қысымы аурудың дамуын көрсететін патологиялық жағдай. Гипертония. Артериялық гипертензия әлемдегі ең көп таралған ауру. Уақытылы емделмеген гипертония, жүрек тамыр жүйесі аурулары, бүйрек жеткіліксіздігі, көру қабілетінің жоғалуы сияқты асқынулар тудырады. Үй жағдайында қан қысымын қалай төмендетуге болады? Үйде қан қысымын төмендетудің бірнеше жолы бар. Гипертонияға арналған халықтық емдеу әдістерін қолдану бұл уақытша болып табылады. Суық су. Бетіңізді жуыңыз немесе алақаныңызды ағынды салқын суда 1-2 минут ұстаңыз. Мүмкін болса аяғыңызды 1 минутқа салқын су бассейніне түсіріңіз. Тыныс алу жаттығулары. Қысымыңыз күрт жоғарылағанда демалуға және терең тыныс алуға тырысыңыз. Ал дем шығару кезінде деміңізді бірнеше секунд ұстаңыз. 2-3 минут қайталаңыз. Валериана немесе жалбыз шайы. Егер қысым стресс нәтижесінде көтерілсе, сізге бірнеше валериана таблеткаларын немесе жалбыз шайын ішуге болады. Нәтижесі жарты сағаттан кейін байқалады. Көк шай. Жалбыз жоқ болса, көк шай қайнатуға болады. Ол қан тамырларын кеңейтеді, осылайша қысымды төмендетеді. Тұрақты бас ауруы кезінде көбірек су ішіңіз. Су қанды сұйылтады және қан қысымын төмендетеді. Доланада қан қысымын төмендетеді. Жүрек бұлшықеттерінің жұмысын жақсартады. Холестерин деңгейін төмендетеді. Достар, ал сіздер қан қысымын төмендету үшін қандай іс-шаралар қолданасыздар? Төменде пікір қалдырып кетіңіздер. Қан қысымын дәрі-дәрмексіз қалай бір жола төмендетуге болады? Тағы бір рет еске сала кетейін, үй жағдайында қысымды төмендетудің жоғарыдағы аталған жолдары төтенше жағдайдағы шаралар болып табылады. Қан қысым деңгейіне өмір сүру салты қатты әсер етеді. Оны салауатты түрде өзгерту жеткілікті, ал гипертония мүлдем басылады, немесе сіздің дәрі-дәрмекке деген қажеттілік төмендейді. Ол үшін артық салмақтан арылыңыз. Әрбір жоғалтқан килограмм қан қысымыңызды шамамен 1 ұпайға төмендетеді. Жүйелі түрде жаттығу жасаңыз. Сіздің таңдауыңыз аэробты жаттығулар, ұзақ серуендеу, жүгіру, велосипедпен жүру, жүзу, би, күніне кем дегенде 30 минутыңызды осы әрекеттерге арнаңыз. Салауатты тамақ ішіңіз, көбірек жемістер, көкөністер, дәмді дақылдар, майлы тағамдарды азайтыңыз. Сіздің диетаңыздағы тұз мөлшерін азайтыңыз, кем дегенде аздап. Бұл қан қысымын 5-6 ұпайға төмендетуге көмектеседі. Алкоголь мөлшерін шектеңіз. Темекіні тастаңыз. Әрбір темекі сізге аздап қан қысымын арттырады. Ал достар, ем болсын, ауырмаңыздар. Видео қандай да бір көмегін тигізген болса, каналыма жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.